18 қарашаға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, бүгінгі күн жағымды болғанымен ерекше оқиғалар мен үлкен сәттіліктер орын алмайды. Бұл күні оңай келетін жеңістерден үміттенбегеніңіз жөн. Еңбектенудің арқасында жақсы нәтижелерді бағындырып, достарыңыз немесе жақсы таныстарыңыздың көмегінің арқасында ойыңыздағы нәрселерді жүзеге асыра аласыз. Жалпы айтқанда, бос отырмай, тек нақты әрекет жасай білген тоқтылардың күні ойдағыдай өтеді. Кешкі уақытқа қарай жақын адамдарыңыздың тарапынан жағымды тосын сыйлар алуыңыз мүмкін. Торпақ, қиындықтар, түсініспестіктер орын алады, алайда мұның барлығы сіз ойлағандай күрделі жағдай емес. Егер ақылыңыз бен ішкі даусыңызға сүйене отырып әрекет етсеңіз, ойыңыздағының барлығында жүзеге асыра аласыз. Ал өзгелердің кеңесінен сізге келер ешқандай да пайда болмайды. Достарыңызбен, туыстарыңызбен кездесіп шер тарқату сіздің көңіл күйіңізді көтереді. Бұл күн ескі байланыстарды қайта жалғап, ұрсып қалған адамдармен татуласуға мүмкіндік береді. Сіз жақын адамдарыңызды сезе біліп, шиеленісті жағдайлардың алдын алып отырасыз. Егіздер, бүгінгі күнді тыныш деуге болады. Дегенмен де бұл күні ауқымды әрі жаңа күрделі шаруалар мен жобаларды қолға алудың еш қажеті жоқ. Себебі бұл күн мұндай шаруалар үшін аса қолайлы емес. Сондықтан да тек қазіргі уақытта атқаруыңыз керек шаруалармен ғана айналысыңыз. Сіз өзгелердің бастап, жарты жолда тастап кеткен шаруаларын сәтті аяқтай аласыз. Ақша мен мүлікке қатысты жерлерде сақ болуға кеңес береміз. Жоспарланбаған сауда-саттықтан да сақ болуға шақырамыз. Ал есепке келгенде өзге нәрсеге ойыңызды бөлмей барынша мұқият болыңыз. Мұқиятсыздық үлкен қателіктерге себеп болады. Шаян, жағымды күн. Көп нәрсе өзіңіз қалағандай болып, бұрындары маза бермеген мәселелеріңіз шешіледі. Ерекше әрі күрделі жобаны жүзеге асырудың сәті түсіп тұр. Сіз өз кәсіби позицияңызды нығайтып, кіріс түсірудің жаңа жолын табасыз. Сізге көп көмек еткен серіктестеріңізге алғыс айтып, сыйлық жасауды ұмытпаңыз. Бұл серіктестік қарым-қатынастарыңызды нығайта түседі. Жеке өміріңізге қатысты қарым-қатынастарыңызда үйлесімділік таппақ. Жақын адамдарыңыздың көңілін көтеруді естен шығармаңыз. Күннің екінші жартысында маңызды сөйлесулер орын алуы мүмкін. Осы сөйлесулердің арқасында көптеген сұрақтардың жауабын табасыз. Арыстан, сәтті күн. Сіз қажет жерде дер кезінде болып, қиындықтарды еңсеріп, жоспарларыңызды жүзеге асырудың жолын тауып, ұзақ уақыт бас қатырған жұмысыңызды оңтайлы атқарып шығасыз. Күтпеген жерден орын алған жағдайлар сізді қызықты ойларға жетелейді. Кейбір арыстандардың жаңа идеялары пайда болып, алдағы уақытқа деген сенімділігі пайда болады. Жаңа танысулардың орын алуы да әбден мүмкін. Басында сіз бұл танысуларға аса көңіл аудармайсыз, ал кейіннен ойыңыз өзгереді. Бұл күн өміріңізде маңызды орын алатын байсалды қарым-қатынастардың басталуына жол ашуы да ғажап емес. Бикеш, таңғы уақытта айналаңыздағылармен ортақ тіл табу қиынға түседі. Есесіне жалғыз атқаратын жұмыстарға қолайлы уақыт. Ақша алуыңыз мүмкін, ал ол ақшаны қайда жұмсайтыныңызды тек өзіңіз ғана шешуіңіз керек. Күннің екінші жартысына кездесулер мен іскерлік әңгімелесулерді жоспарлауға болады. Олар жемісті өтіп қана қоймай, сіз үшін барынша жағымды әсер сыйлайды. Бұл уақытта жеке өміріңізге қатысты сұрақтарды талқылауға мүмкіндік бар. Кешкі уақытта өзіңізді шаршатып алмауға тырысыңыз. Ауыр жұмыстарды кейінге қалдырып, дем алып, күшіңізді қайта қалпына келтіріңіз. Таразы, егер өзгелердің сізді асықтырып, апыл-ғұпыл әрекет етуге мәжбүрлеуіне жол бермесеңіз, бұл күн сәтті өтеді. Сонымен қатар, бүгінгі күн іскерлік сөйлесулер үшін, кез келген маңызды сұрақтарды талқылау үшін қолайлы болмақ. Заңға қатысты мәселелер мен шаруалар сіздің пайдаңызға шешіледі. Жақын адамдарыңызбен ортақ тіл тауып, отбасылық мәселелерді оңтайлы шеше аласыз. Кешкі уақытта жоспар құрып, алдағы күндерге мақсат қоюға болады. Ақша түсіп, жағымды тосын сыйларға да ие болуыңыз әбден мүмкін. Кейбір белгі өкілдері бұрындары армандап жүрген затты сыйлық ретінде алады.
Саршаян, шаруаларыңыз ойдағыдай жүруде, бірақ қарсыластарыңыз жан-жағыңыздан бір нәрсені былықтырып жүргенде елестетесіз. Айналаңыздағылардан күдіктенемін деп жүргенде, өзіңізге өзіңіз мәселелер тудырып аласыз. Сондықтан да күдіктеніп, үрейленіп жүруден аулақ болғаныңыз жөн. Себебі бұл сіздің ойыңызды бөліп, уақытыңызды да алады. Шешімді әрекет ете біліп, көңілді жүруге тырысыңыз. Сонда ғана жағдайлардың сіз ойлағандай күрделі емес екенін түсінесіз. Күннің екінші жартысы шығармашылықпен айналысу үшін қолайлы уақыт. Жаңа идеяларыңызды жүзеге асырып, бұрындары ойыңызда жүрген нәрселерді де қолға ала аласыз. Мерген, бұл тыныш күн. Қандай да бір маңызды оқиғалардың орын алуы екіталай. Мергендердің басына қызықты идеялар келіп, оларды жүзеге асырудың сәті алдағы уақытта түседі. Жаңа жұмысқа немесе серіктестікке қатысты кездесулеріңіз өте ықтимал. Сіздің байсалдылығыңыз көп адамдарға ұнайды. Сонымен қатар, шығармашылық қабілеттеріңіз бен жауапкершілігіңізде жақсы әсер қалдырады. Жеке өміріңізге келгенде сәл артқа шегініп, қызбалыққа салынбай, ойланып барып әрекет етуіңіз керек. Ішкі даусыңызды тыңдай білсеңіз, қателіктерден сақ боласыз. Тауешкі, жағымды күн. Егер алдын ала жоспар қойсаңыз, бүгінгі күні үлкен сәттіліктерге қол жеткізе аласыз. Сонымен қатар, жасап жатқан әрекеттеріңіз бен эмоцияңызды бақылауда ұстай алмаудың қандай зардаптары болатынын ұмытпаңыз. Ескі идеяларыңызға қайта оралуға болады. Қазіргі уақытта оларды жүзеге асырудың жолын таба аласыз. Күннің екінші жартысы романтикалық кездесулер мен жақсы көретін адамыңызбен сөйлесу үшін қолайлы. Сіз көп нәрсе жайында сөйлесіп, жоспарларыңызды талқылай аласыз. Ашық әрі байсалды сөйлесу қарым-қатынастарыңызды жақсарта түседі. Соқойғыш, тамаша күн. Сіз шаршағаныңызды байқамастан бірнеше шаруаны қолға ала аласыз. Бұл әдеттегіден қарағанда сізге жақсы нәтиже алып келеді. Серіктестеріңіз үнемі көмек бере алмауы мүмкін. Бұған қарамастан сіз жалғыз болсаңыз да ойыңыздағыны толық жүзеге асыра аласыз. Бұрындары алған тәжірибелеріңіздің де көп көмек етеді. Осының арқасында дұрыс шешімдерді жылдам қабылдайсыз. Бұрындары бас тартуға тура келген идеяларыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Бұл орайда сәтті уақытты дер кезінде қолданып үлгеруіңіз керек. Балықтар, ерекше күн. Бұл күн жарқын әрі есте қаларлықтай болады. Сонымен қатар тосын сыйларға да өте бай. Өміріңіздегі көп нәрсе өзгере бастайды. Бұны барлығы бірден байқамағанымен, интуицияңыз еш қателеспестен ақ жағдайлардың қалай өрбейтінін білдіреді. Сондықтан да өзіңізді барынша дұрыстап, қойған мақсатыңызға жылдам жетудің амалын қарастырыңыз. Бұрындары көпшілікті тығырыққа тіреген мәселелердің шешімін тауып қаласыз. Бұл орайда сіздің тәжірибеңіз көп көмегін тигізеді. Сонымен қатар, үзілген байланыстарды қайта жалғастыруға да мүмкіндік туады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.